Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кепсидағыдай ащы тауық қанаттарын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Бұл үшін тауық қанаттарын алып, 3 бөлікке бөлеміз. Тұз, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш, соя, уксус, кетчуп, сұйық май, су қосамыз, сарымсақ қосып араластырамыз. Тауық қанаттарының үстіне құямыз, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң майымызды қыздырамыз. Ұнымызға паприка, ащы болған қаласаңыз қызыл бұрыш қосып, ұнға ұнатып аламыз. Содан соң суға салып, дұрышлаппен суының бәрін алып, ұнға қайтадан салып, толық аунатып аламыз. Қызып тұрған майда 7-8 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің тауық қанаттары дайын. Ас болсын.